YouTube'da қазақ тілді арналар өте аз. Мүлде жоқ деп айтуға болады. Енді азар болса бір 10 шақты сондай бар шығар, мен кездесіп жүрген. Оның жартысы ағартушылық жұмыспен айналысады. Бұлай саяси тақырыпқа шығып жүрген, сол мәселелерді көтеріп жүрген арналарды мүлде кездеспеппін. Бірақ енді мүмкін бар шығар, мен көрмеген, YouTube үлкен ғой. Бірақ айтайын деген осы үндеуімде. Бізде осы жаңадан шығып ашылған арна бар, не дейді деген. Соған қосылып, соған жазылып, соны оқып қарап жүрсеңдер, және таратып, оған басқа қазақтар қосылсын. Өйткені бүгіндік енді жүздеген жазылған адамдар бар, ол өте аз. Сол мыңдаған болса ғой. Жаңағы не дейді арнасымен мен енді 100% келісемін, көзқарасымыз 100% бірдей деп айтамаймын. Әрине, кейбір мәселеде біз қайшылас көзқарастарымыз. Бірақ жалпы бірдей. Жалпы жаңағы не дейді деген ұлтшылдық позицияда тұрған арна. Сондықтан маған өзіме ұнайды. Сондықтан мен оны қарап оқып тұрам. Сол ішім күйет көріп. Азғантаяқ саны жаңағы қолдаушылар, азғантаяқ саны оған жазылған. Соны көбейсе ғой деп амал тәсілін білмей жүрмін. Сондықтан өтініш, бауырлар, ағайын, сол жаңағы не дейтке қосылып, не дейтті тағы да басқаларына жіберіп, мені осыны қара, осыған жазыл деп. Өйткені мына қазақ тілді контент керек бізге. Ол қазақ тілді контент дамымай, YouTube'та сол жаңағы басқа өзге тілді бізге қарсылас, сондайлар қаптап, үймелеп солар жүреді. Оған кейбіреулер біздікілер оны көріп алданып жүреді. Мыналардікі дұрыс екен ғой деп, 100 мың адам көреді екен ғой, мына бір абыройлы біреу ғой деп. Өзіміздің қазақтар сонда астында, төменде жаңағы не дейді сияқты. Қазақ қазақты қолдамаса, ешкім қолдамайды бізді. Қазақ қазақты қарамаса, кім қарайды, кімге керекпіз біз? Бір-бірімізге ғана керекпіз. Сол жаңағы не дейді арнасын топқа шығарып, топты жарғызып, YouTube'тың көшбасшысы болсын. Қазақи контентті, қазақ тілді контентті, және басқаларында шақырамын. Қазақ тілді тілшілер, тілін жақсы меңгерген, жай ғана комментарий жазып жүрген, сол осындай арна ашып, сендерді үгіт насихат жүргізсеңдер. Тек қана жаңағы не дейтке жүктемей, оны басқаларына өздерінде үлес қосып, осы YouTube арнасына шығып, үгіт насихат жүргізуіміз керек. Қазіргі заман, тықыр заман, қазақтың дауысы аса естілмейді. Бізде ештеңе жоқ, не бақ жоқ, не газет жоқ, түкті жоқ қолымызда. Осы бір құралымыз ғана бар, YouTube, әлеуметтік желі, енді Instagram, Facebook дегендей. Біз мына көзқарасымызды кеңшілікке жариялап жүруіміз керек. Ол міндетті түрде. Қалың қазақтың ішіне. Олар тек қана телевизорды көрмей, хабарда былай дейді екен, сосын жаңағы басқа ұлттың өкілдерін, каналдарын көріп, екінші көзқарас осындай екен деп, олар біз сияқты бар екенін көріп біліп жүру керек. Жаңа не дейді сияқты, мен сияқты. Енді бұл үндеуім не дейді туралы. Соған қосылыңдар ағайын. Сөздің қысқасы сол, көп сөз, боқ сөз деп қайта-қайта бір нәрсені айта бермейін.